Бүгін сіздермен Индира. Менің видеомды соңына дейін қараңыз. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатын. Халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Асқабақ тұқымдастары бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік. Асқабақ өте дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болды. 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық жерлерінде бар. Әсіресе оңтүстікте көптеген түрлері өсіріліп, тағамда мал азығына пайдаланады. Асқабақтың кәдімгі түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Пайдасына келсек, асқабақ шырыны балға қосып, жатар алдында ішсек, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрек айнығанын асқабақ шырыны басады. Әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен жейді. Асқазан ішек жолдары. Асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда жарты стақан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Сары ауруға 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы және ұйқысыз кезінде өте пайдасы зор. Асқабақтың ең дәмдісін таңдай біліңіз. Асқабақтың ең үлкені тәтті деп ойласаңыз қателесесіз. 10 келілік асқабақ тәтті болмайды. Оның 3 немесе 5 келісі тәтті болып келеді. Міндетті түрде таразыға тартыңыз. Көз мөлшермен өлшеуге болмайды. Асқабақтың толық піскен иісінен ажыратуға болады. Толық пісіп жетілген асқабақтан иісі аңқыған тәтті иіс шығады. Асқабақты қысқа сақтау үшін ең алдымен шірімегенін таңдаған абзал. 25 градус жерде сақтау қажет. Оны 1-2 күнде пісіріп алу керек. Егер бүтіндей асқабақ салмаса, ортасында жұмсақ етін алып 4 бұрышқа етіп бөліп мұздатқышта сақтауға болады. Асқабақ қолжетімді тағам. Тіпті арзан кез келген уақытта сатып алуға болады. Бұл витаминдер мен микроэлементтердің табиғи көзі. Ол организмді микробтардан қорғайды және теріні байытады. Оны безеуден босатады. В, С және Е витаминдері дұрыс тамақтану кезінде де қолданыста. Демек, асқабақ адам ағзасына арналған қазына. Асқабақты манты қазанға пісіріп жесеңіз, өз дәмі өз бойында болады. Асқабақ витаминге бай, 1001 ауруға ем. Оның дәнінде жүрек ауруына емі мол. Достар, келесіде қандай видео салғанымды қалайсыз? Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, пікір қалдырып, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.